достар, сендермен бірге мен Манчуко, және бүгін мен өзімнің қазақша летсплейімді жалғастыратын боламын. Менің қасымда Дико KZ. Достар, бүгіндікке бізде жаңа видео. Біз не істерімізді білмейміз. Қазір біз выживание ойнайтын боламыз. Келесілерде білмедік. Білмедім қашан екенін, бірақ бір күні әйтеуір тығылыспақ ойнаймыз, достар. 4 па 5 па бала болып. Просто қазір қыс болғаннан кейін кішкене балалар далаға шыққысы келмейді. Иә, жаурайым деп емай. Біз өзіміз далада түсіріп отырық. Иә, қатып. Қолымыз қатып қалды. Мені алшылайын. Наяқтай блоктар толып тұр. Большой сундукты. Емай, мен большой сундукты қарамай вообще. Не салғанда да. Бәрі кезек-кезек жоғалып отыр ғой. Ішіне кіріп тұрғанда. Болды, қалғанын ала бір. Мына үй соғыға блок жетеді ма? Басқа үйге ма кеттік онда? Бірақ түнде соқпай қойық. Тағы бір не болғанда бізде шерсть. Шерсть дейсің бе? Менде куриная лапка бар. KFC жасап жүріп, сөде KFC ма менде. Ит бар. Далаға суға берек па? Кеттік па? Далада ұрып жүріппін. Далада что-то зомбилар жоқ. Келе алмайтын шығар. Су бар. Анақта скелет жүр ме? Пауық жүр. Анақта скелет жүр анақта. Өлтіріп қоймасын. Иди, тыныш отырамыз жай. Бірақ қазір бұл Майнкрафтта таң ату ғой. Иә, ұйықтамасаң таң атпайды бияқта. Не істейміз оны? Кеттік па? Төбелесеміз ба? Төбелесеміз. Кеттік. Анна кім орақ? Елі қойшы өріп қалың. Содан кейін. Ойбай, судың астында зомби жүріп лейтіндан қадым. Кән? Не қай? Қазір тоқташы наяқта. Кән сен қақтың? Кән? Артында полк келатыр. Ой, ұрды уже бір. Жоғыл. Ойбай. Өлді. Қолым қатып қозғаламай жатыр. Соғы. Судың астында зомби. Өлтіреміз ұрып. Орылмай жатыр. Басын шығарсын ұрып. Ішіне кірсең өліп қаласың өзіміз. Бессмертный ма? Ұрдым. Секірген кезінде ұрып. Шығып кетті. Ой, шақтым. Жоғал. Өлдім. Ал беттен ұрып. Артыңда зомби. Ой, қапта кетті. Қаз. Суға түсіп кетті. Өлдік жанынан. Суға түсіп кетті. Жүзіп ғой. Достар. Мынау қызық болды. Қашам деп батып кеттім. Крипер жүрмесін? Крипер жүрдің беді? Жүру мүмкін, ама есік жоқ қойық. Кіріп кетсе бабақ. Үйдің ішін жарып. Не істейміз енді? Таңыңды атпай қалған қараш, жер қазамыз. Блок жинай береге? Иә. Давай сен сөз. Бірақ шығамай қалайық. Шығамай қаламыз ғой. Қолым өсіп қалды. Мен де қой табу керек ше. Үй соға керек та, осы жерге ма? Давай баса керек, что-то азайып кетті болды. Иә. Давай налардың бәрін. Қозғаламай жатырмын. Кетті ғой болды. Шөптерді удалить етсе керек. Удалить деп кетіре керек. Мен скелет жүр аңғара. Арғы бетке шықтай. Оқты, атады. Судың астына түсіп кетті ма? Арғы жақта туақ жүрге, қаш үйге. Ой, шақтар. Бірден қамып қалдым. Қақтыз. Шықтың ба? Шықтың. Емай. Кір есік жоқ. Екі скелет жүр арғы жақта, достар. Емай. Қарны ашып кетті.
Каякта жүр. Карның ашып турма не сен? Бірдеңе пісіре беріңші. Жақсы болды. Мә, куриная лапка. Осында пісіріп жіберейік. Нормально. Мына пісіп алсын енді. Күту керек енді. Жақсы болды ғой. Жарық болып қалды кішкене еще. Мақта шешт бар ғой. Шешт бар ма нейді? Неде көрші? Жоқ. Алтау, мынау шешт емес па не? Біліңіз, мынау күш қалды. Жазып жіберейік. Менде ше бір ағаштардан бір işte. Ағаштан не сияқты? Менде бір бәлелер бар. Ағаш. 5 нәрсе сол. Ағаш керек па? Менде 2 ағаш. Ана өшіп қалды. Жағамыз. Факел жасаймыз, факел. Қайта өшіп қалды. Пісті ма? Пісті менде. Жібер, мен толып тұр. Менде. Мен жеп алған, менде тамақ жетеді. Онда мен не істеймін? Менде угіл бар. Білмә. Ай, тоқтан ау не? Перо керек па? Перо. Әзірше керек емес. Үй жарық болады. Факел сіздің бе? Жақсы болды ғой. Таң атып отыр. Таң атып отыр. Кеттік шыға берейік. Үй сай беріп кеттік. Болды өлді анар. Қақа жасайын деп отыр еді. По-моему, наяқтау деймін. Иә, саяқтау. Жарықтың нәрсесін жоқ қылып. Құртай берейік жейді. Арамшы өсіп кетті. Бағана жоқ еді, чоттай ма? Кішкене азайып қалды. Қолым батып қалды. Май өсті алада сіздер үшін достар түсіріп атыр. Қолым батып қалды. Неға ағаш өсіп кеткен. Болды жетеді ме? Осы орын жетеді бізге. Давай. Сіз соқтыш. Мен андай сондайдан соқсың. Гравий бар. Так. Гравийді айналдырып алайын ба неге? Айналдырып. Мен соға бермеймін. Өзіміз бір шағын кішкене бір. Опа. Анда не жүрі мойы? Кеткірсі келет. Өлесің қазір ей. Өлтіптен. Қамыш. Бұл алатын нәрсемді алдым. Менде көп кетті. Қазір қайтып барайын есік жоқсақ. Барайық. Келесіде тығылыспақ түсірген кезде қызық болады деп ойлаймын. Иә. 5-6 адаммен түсіреміз ол кезде. Жылы болуы мүмкін. Өйткені жазда түсіреміз де. Үйде түсіреміз ойнап жатырық. Иә. Жазға дейін күтіп отыратын шығарсыздар. Иә. Давай. Есік қалмады, мықты есік соқты. Мен қалай бер. Есік бар ма? Жасай салам. 2 есік па? Двойной ма? Или біреу жетеді. Так. Қолым қозғалмай жатыр, қатып қалды. Конечно, ондай күнде ешкім далаға шығып үйде түсіріп жатқан жоқ. Осылай қазір біз достар үйде түсірсек ше, не шулап сөйтіп кетеді. Үйде бала барды да. Сол менде де бар. Дикода да бар. Үстін жаба беру керек еді.
Жаба берейін ба? Мен немен деп. Өлет шыққан. Ой, бей. Алым. Давай онда істеймін. Жаба берейін. Факел шыға ма? Факел. Факел шығат. Факел. Осы үйтсе аяқтайық. Иә, видеоны аяқтайық. Әйтпесе ұзақ болып кетті. Келесі бөлім күтіңіздер. Келесі видеода достар аңшылық жасаймыз. 5 лайктан кейін достар келесі видео шығады. Жылдам шығады. 5 лайк бәрі болған. Сіздер 47-сіздер. 5 лайк сіздерге түк емес деп ойлаймын. Соны айттым. Даже 5 лайк емес достар. 5 лайк дегенде де қанша лайк болса да болады, әйтеуір 5-тен асса болды. Енді бәрібір бізге әйтеуір лайк жиналса болды. Достар подписать етеміз енді. Иә. Шағын үй шықты. Бітті үй. Достар, осымен видеоны аяқтайық. Иә, қазір стоп. Енді сендермен болған мен Манчуко және Дико KZ. Енді біз бұл серияны аяқтайтын боламыз. Енді сау болыңыздар, лайк басып каналға жазыламыз. Және комментарий қалдырыңыздар. Тағы да келесі видеода аңшылық жасап түсірейік па, айтсаңыздар түсіреміз. Сіздермен болған Дико KZ және Манчуко. сау болыңыздар.